Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Алматы қаласы білім басқармасы нөмір 7 оқушылар үйінің Толағай драм театрының жетекшісі Мұрат Рысбеков театр халықтың айнасы атты айдарын бастамақшы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сценарий және пьеса деп аталады. Сценарий деп фильмдерде, концерттерде, жиындарда құралатын нәрсе. Сценарийде не болады? Сценарийді жазған адамның, авторының аты жөндері, оның қандай рөлдері бар, қанша персонажы бар, сол жазылады. Және де осындай файлдерге салып қоямыз, адасып қалмас үшін. Файлдер болмаса, әр бетті нөмірлейміз. Бірінші бет, екінші бет, үшінші бет деп. Ал пьеса деген ол ұлы драматургтардың, қазіргі драматургтардың, яғни кітабы шыққан драматургтар болса, ол кітап те болады. Мысалы, Тақай Уақтановтың кітабы біздің театрдағы үлкен топтағы балалар осы кітаптың ішінен ант пьесасын, ант спектаклін сомдаған болатын. Осы кітаптың барлық қысқартатын жерлерін, өзіміз керекті жерлерін алып қойдық. Яғни пьеса деп біз осы кітаптың ішіндегі спектакльді атаймыз.